Апа, мама, танысып қойыңыздар, бұл Айман, жол серік болып істейді. Үйленсек па дейміз енді сіздердің рұқсаттарыңызбен. Бәрекелді. Мен рұқсатымды бердім. Пойызға тегін отыратын болдық. Жақсы емес па? Әй, үйде жүретін пойыз. Кел, отыр, екінші жолға тоқта. Жастарды махаббат вагонына отырғызып жібермейміз ба? Тұра тұр енді, вагонға кірмес бұрын билеттерін тексеріп алайық та. Ау, мама, папа, сіздерге енді құр қол келмейін деп сыйлықтар әкелдім. Так. Бауырық. Мынау не? Төсеніш. Төсеніш па? Айтпақшы, телефонымды зарядкаға қойып алсам бола ма? Болады. 500 теңге. 500 теңге? Неге қымбат? Бізде 200. Жап аузыңды, өзім білем. Сен тайлақ жақсы көресің ба? Біз енді тайлақ екеуміз осы уақытқа дейін қосылмаған қос рел сияқты болсақ та, менің оған деген махаббатым әлемдегі бір ең жүйрік пойыз сияқты жүйікті. Ойбай, ақырын. Әйтпесе стопканы тартып қалам. Үй шаруасына қалайсың? Мен постель жинап алам. Тәйт! Жинату, пісірту, жасату, бұл бұйрықпен тек қана бұл үйде мен ғана айналсам. Апа, өзі Түркістанға нешеде келеміз? Мен пойыздан түсіп қалайын деп едім. Тұра тұр, диспетчер айтпай ешқайда да бармайсың. Қарағым, мына менің тайлағым тамақтың дәмдісін жақсы көреді. Қандай тамақ істеп бересің ертең? Ой, қарындарының ашса, вагон ресторанға бара бересіздер. Ал мен өзіме бір тавадан алып жей берем. Мұнаның келін сиқы жоқ қой. Ай, тұра тұр. Сен өзі келін болуға жарайсың ба, жарамайсың ба? Мен алдымен тексеріп алайын. Ал, шай құй. Ау, құйып берейін. Әй, ол суып кеткен. Бар көршіден барып қайнаған су алып кел. Әй, ойнап атам, отыр құрсын, мына шынымен кетіп бара жатыр ғой. Неге ұрып отырсыз? Немене? Сендер де түн ішінде ұйықтап атқан кезде пойызымыз тоқтатып алып тұрып, доңғалағымызды ұрасыңдар ғой? Шықпаған жанымыз сонда. Сен біздің үйде жұмыс істей алмайсың. Ол жағын уайымдамаңыз. Біз енді үнемі жалғыз жүрмейміз ғой. Қасымызда бір жол серік жүреді. Ол екеуміз бәрін үлгереміз. Сонда не проводниктерде ақша жүріп жатыр ма? Біреуін алсаң екіншісін тегін береді. Сонда не? Сен сол екеуіңде осы үйге келін болып келейін деп отырсыңдар ма? Иә, 15 күн мен, 15 күн ол келін болады. Біздің кезімізде ондай ақша неге болмады екен? Әй, қарағым, маған күйеуін қызғанбайтын, 15 күн далада жүретін, үйдің тамағын істей алмайтын, үй жинай алмайтын келіннің бар ғой, керек жоқ. Ондай келіннің басын бұрап-бұрап жұлып алу керек. Сіз қандай адамсыз? Сіз өз орныңызды біліңіз. Әй, қарағым, мен ба өз орнымды білетін? Сен біл өз орныңды. Сенің орның қайда екенін айтайын ба? Сенің орның ана дәретхананың қасындағы боковойда. Сен не менің баламды общий вагон деп отырсың ба? Менің балам купе, менің балам сывы, менің балам испанский пойыз. Ұқтың ба? Тыңдаңыздар, біздің үйге келін болып келіп, келін бола алмай қалған жүйрік сіңілім екінші жолдан жүргелі тұр. Сақ болыңыздар, вагондардың саны басынан басталады, және қайталамаймын.